жалпы қоғам дамыған сайын нақтылыққа қарай жүреді. Сонымен бірге белгілі бір бағдарламалар немесе ұлттық жобалар халық пен қоғамның арасын жақындата түсу керек. Сонымен бірге әрине көп нәрсе мемлекеттің негізгі бағытына, соның сын-қатерлерге байланысты. Вызовы дейміз ғой, сол сын-қатерлерге байланысты барлық бағдарламаларда, жобаларда толықтырылып отырады. Сондықтан қазіргі мына 10 ұлттық жобаның бәрі де бүгінгі сын-қатерлерді ескеріп, мемлекеттің мынау қаржылық қорын, қаржылық мүмкіндіктерін бәрін соны шақтап жасалынған деп ойлаймын. Сонымен бірге әрине біз тәуелсіздіктің 30 жылында тұрмыз. Тәуелсіздіктің 30 жылы қоғамға жауап беретін кезге болды. Қоғам барлық нәрседен тіпті бізден де сұрайды. Біз енді әрине мемлекеттік құрылымда атқарушы билікте емеспіз, бірақ білім саласында бізден де сұрайды. Неге мына сала әлі бір жемісін берген жоқ деп сұрауы мүмкін. Немесе неге мына салада әлі проблемалар бар. Осыны бұл енді қоғам болғаннан кейін қоғамда жаңа толқын келіп отырады, қоғам өзгереді, түрлі сұрақтар пайда болады, түрлі ойлар келеді. Осының бәрі де енді қайнауында болғаннан кейін біз соған жауап беруіміз керек. Ал енді 30 жылдықта бұл ұлттық жобаның 30 жылдыққа арналуы, соның қарсаңында жария етілуі, бұл да мемлекетіміздің бір жаңа кезеңге көтерілгенін айқындайды. Әрине мемлекеттік бағдарлама, ол белгілі, мысалы білім саласында алатын болсақ, бұның барлығы да әрбір бағыты, әрбір негізі, әрбір жаңағындай өзінің ішкі құрылымдары айқындалған, соған баға берілген, соның әрбір кезеңдеріне үлкен бір сипаттама берілген болады. Ал енді ұлттық жобада президенттің өзі айтты, бұл нақтылыққа қарай жүрек деді. Көрсеткіштер, содан кейін бағыттар, бәрі де айқын, халыққа түсінікті болу керек деді. Осы жағынан келген кезде ұлттық жоба бір жаңа заманның, мүмкін әлемдік тәжірибенің бір соның айнасынан көрінеді. Әлемдік, біз енді Қазақстан жеке дара отырған жоқпыз ғой, әлемден ықпалдастықтамыз. Сондықтан да әлемде жалпы сөзуарлыққа, көп сөзділікке орын жоқ. Біз қазір тым көп сөзділікке, ол бір кезде заманда болған шығар, бірақ қазір халық көп сөзділікті көтермейді. Сондықтан нақты аз уақытта, аз сөзбен, аз ұғыммен көп мағына, көп мазмұн бере алатындай жүйеде көрінуіміз керек. Мына жобамен, жаңағымен ұлттық жобалармен нақтыланған бағдарламалардың арасын, парқын осы тұрғыдан көремін. Білім бұл қоғам дамуының күре тамыры. Бұл біздің былай классикалық түрде де баға берген кезде біз ғылым мен білімді негізінен бөліп қарамаймыз. Бірін-біріне арқа сүйейді. Бірақ енді білім үлкен азаматты, маманданған азаматты шығару үшін де біз белгілі дәрежеде оның шақтап қай кезде нені беретінді білуіміз керек. Енді білімді ұлт, жаңағы сапалы білім деген бұл ойда арғы жағында қоғамның осыған дейінгі дәстүрлі тәжірибесі. Ол біз дәстүрлі тәжірибеге мыңдаған жылғы тәжірибені айтуға боламыз. Кейінгі өзіміздің өскен, өнген кезімізді, тіпті советтік кезеңде қаншасын алса да, тіпті 30 жылдықтың ішіндегі де тәжірибеміздің бәрін де алып қарауға болады. Ал енді сапа деген дүние, біз қашанда ол кезде де сапа айтылды, әр кезеңде сапа айтылды. Бірақ оның бүгінгі мазмұны, бүгінгі оның негізгі мақсаты сол жаңада айттық, сын-қатерлерге жауап беру. Қазіргі инновациялық ойлау, инновациялық білім дейміз. Сонымен бірге біз жиі айтатын болдық, қазір біз интеллектуалдық ұлт қалыптастырамыз деп, соған қызмет ету керек. Жобаның мақсаты да, міндеті де осы орайда деп ойлаймын. Енді біріншіден әрине біз өз дәстүрлі білім саласын, бастауыш орта білім, арнаулы техникалық, сонымен жоғары мектеп деп айтып жатамыз ғой. Бұның бәрінде де бұл классикалық бөліну, сондықтан оның қызығушылығы сол білімнің мазмұнында көрініс табу керек. Соған ғалымдар отыру керек, ғалымдар ойлану керек. Атқарушы билік белгілі бір жобаны халыққа немесе ұсынады, бірақ оның арғы жаңағы негізделуі, төрт тараптануы, оның барлығы да мамандардың іскерлігіне, тәжірибесіне байланысты. Сондықтан қызығушылық осыдан туады.
қызығушылығы біз енді осыған дейін мысалы жобаға дейін қызығушылық жасалынбады деген ол ойлай айту немесе тұжырымдау қате болады. Әр бағытта өзінің алға тартатын озық мамандары бар. Сонымен бірге сол әр бағыттың өзінің мысалы сыртта оқып келген, шетелде оқып келген, немесе өзіміздің осы топырақта, өз топырағымызда оқып жүріп, өзінше бір тәжірибе жинаған азаматтар бар. Бұл үзіліссіз, үздіксіз дамып отыру керек әр салада. Сонда ол бағдарламада, жобада ары қарай жүзеге асатын болады. Біз енді осы жобаны 5 жылда бәрін тындырып тастаймыз деп айта алмаймыз ғой. Бірақ 5 жыл бір жағынан ол бір мерзім оның сұрауы болады. Бөлінген әжептәуір қаржы бар. 2 миллиардқа жуық қаржы бар. Сол қаржының игерілуі, ол формальды түрде игерілді ма, ол мазмұны жаңағы ұлттық сапаға қызмет етті ма, сол анықталады. Біз бір жағынан бұл жақсы тәжірибе, болашақта жалпы жаңағыдай өлшем, жаңағыдай түрлі параметрлер, өлшемдер, сонымен бірге жаңағы түрлі критерийлер деп айтамыз ғой, осының барлығы жинақтала келе біз сапалы ұлттың немесе қазақстандық мазмұнын қалай жасай алдық деген сұраққа жауап беру керек. Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» деген манифестке айналған еңбегі бар. Сонда тамаша ой айтады. Қоғам деген ол жан жақты. Елдің ағасы болады, елдің ақсақалы болады, елдің жаңағы билеушісі болады, елдің мұғалімі болады, молдасы болады, оқушысы болады, шәкірті болады деген секілді, елдің әйел заты болады, отаға, үйдің, шаңырақтың берекесін келтіріп отырады. Бірақ қоғамда әркім өзінің орнында отырмаса, қоғамның берекесі кетеді дейді. Сол секілді бұл ұлттық жобаның да мәні біздің әркім өзінің орнында лайықты жұмыс жасай алу керек. Мысалы біз қазір бізге жүктеліп отырған жұмыс университеттің басшылығындағы белгілі бір саланы соны жүйелеу. Екінші біреуге мысалы ұдайы дәріс оқу тапсырылған мұғалім, профессор. Ол да өзінің енді қазіргі дүниеде кез келген адам, мынау Ахмет Байтұрсынның ағын су мен қара су деген мысалы бар. Ағын су ол ағып отырады, әрқашан тазаланып отырады. Қара су деген ол ақпайды, ол борсып кетеді. Сол сияқты біздің де қоғамда білімде ағып, жаңалықтарды, әлемдік жаңалықтарды игеріп, сол арқылы өзін тазаранып отырса, бұл жобаның да орындалуы мықты болады. Мен де жаңа айтқан, әрбір өзінің қызметін, функциясын атқарса, әркімнің орнында, онда сапаға қарай жаңағы ұлттық білімнің мазмұнының сапаландыруға қызмет етеді. Бұдан біздің жаңағы болашақта егер біздің келер ұрпақ баға беретін кезде аға ұрпақ осындай жұмыс жасады екен ғой дейді. Егер біз тек қана сөзуар болып, тек жалаң сөзбен, қызыл сөзбен, тек есеп беріп, тек қана мақтанып жүретін болса, одан ешқандай сапа шықпайды. Ол да бағасын халық береді, бағасын ұрпақ береді.